Ішкі істер министрлігінің басты міндеті азаматтардың қауіпсіздігі мен қоғамда тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету. Оның ішінде әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесі ерекше назарда. Осы бағыттағы жұмысты күшейту мақсатында Ішкі істер министрінің бұйрығымен отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөніндегі мамандандырылған бөлімшелер құрылды. Аталған бөлімшеде барынша көбірек әйел қызметкерлер қызмет ететін болады. Себебі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жәбірленушілері біздің сараптауымызға сәйкес 80%-дан астамы әйел азаматшалар мен балалар. Әрине, әйелдер әйел қызметкерге ұялмай болған оқиға туралы барлығын егжей-тегжейлі айта алады. Аталған бөлімшелер зорлық-зомбылық құрбандарын қорғап, құқық бұзушыларды қайта әлеуметтендірумен айналысады. Біз отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасындағы жүйелі проблемалардың жолын кесуге бағытталған бір қатар жаңа бағыттарды енгіздік. Жалпы біздің ішкі істер органдарының қызметкерлерінің функциясында болмаған мүлдем жаңа тәсілдерді енгіздік деп айтуға болады. Жаңа тәсіл дегеніміз отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөніндегі мамандандырылған бөлімшелер айналысатын 6 бағыт. Біріншісі, ерте анықтап жедел әрекет ету. Бұл зорлық-зомбылық фактілерін болдырмай алдын алу бойынша күшейтілген жұмыс. Екіншісі, құрбандар мен куәгерлерді қорғап, оларға толық көмек көрсету. Яғни зорлық-зомбылық орын алған жағдайда полиция зардап шеккендерді барлық инстанцияда сүйемелдейді. Үшіншісі, қайталануы мүмкін зорлық-зомбылықты бағалап, агрессорларды қайта әлеуметтендіру. Бұл құқық бұзушыға мәжбүрлі түрде болса да психологиялық көмек көрсетіп, оларды оңалту. Төртінші, халықты ақпараттандырып, зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілікті насихаттау. Бесінші, аналитикалық жұмыс және ақпарат. Бұл жерде заңнамаға, деректерді біріктіретін цифрлық платформаларға назар аударылады. Алтыншысы, дағдарыс орталықтарымен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылды күшейту. Биыл қаңтар айында 10 мың дебашир әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 2700-і қамауға алынды. Полиция бұл бағыттағы жұмысты белсенді түрде жалғастыратын болады. Енді бұл бөлімше қоғамда заң мен тәртіп қағидатын нығайтумен қатар отбасы институтын қолдап, министрлікте жарияланған профилактика жылы аясында қызмет ететін болады.